Ассаламу алейкум Рухани Кезет парақшасының оқырмандары мен тыңдармандары. Келесі видеороликті қарамас бұрын біз сіздерге бір өтінішіміз бар. Біздің жұмыстар Алла разылығы үшін істеліп жатыр. Бұл видеоны таратып, немесе лайк, комментарий қалдыру арқылы басқа адамдарға көруге себепші болыңыздар. Біздің видеоларды көп адам қараса, бізді әрі қарай жұмыс жасауға жақсы ынталандырады. Сондықтан сіздерден осы ғана кішігірім өтінішіміз бар. Алла разы болсын сіздерге. Ассаламу алейкум. Екінші серия. Әділ басшы. Бұл кім екенін білесіз бе? Әрине жоқ. Бұл менің нағашым. Ал бұл кім екенін білесіз бе? Мен де білмеймін. Мен жергілікті инженерлік фирмада кадрлар бөлімінде жұмыс жасаймын. Жаңа ғана мен бұдан да беделді агентствоға сұхбаттасуға барып келдім. Сұхбаттасу кезінде мені жұмысқа қабылдайтындығына сенімді болдым. Себебі мен қазіргі фирмада сұхбат алушының қызметін атқарғандықтан оның қыр-сырын нақты білдім. Үміткерлер арасында ең мықтысы мен және тағы бір адам бар екендігін жөнінде сұхбат алушы маған мәлімдеді. Ең мықтысы мен болатынына сенімді болдым. Оған себеп тек менің сұхбаттан кіршіксіз өткенім емес, басқа да себептері болды. Мен әр күн кешкісін ұйықтар алдында пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өмірбаянынан бірнеше бет оқуға тырысып жүрмін. Себебі оның өмірі мені әрдайым таңғалдырады. Негізі жұмысқа орналаспас бұрын оның өмірі жөніндегі апталық курстарға қатысып жүр едім. Қалай өмір сүру керектігін үйретіп, бейне бір менің алдымда тұрғандай болатын еді. Тіпті пайғамбарымыздың қызы Фатима ұрласа да мен оны жазалаймын. Алладан қорқыңдар және балаларыңа бірдей қараңдар. 7 түрлі адам Алланың көлеңкесінде болады. Соның біріншісі ол әділ басшы. Ол менің есіме түсті. Өткен жылы біздің фирмаға жұмыс сұрап келген осы жігіт еді. Мен оның білікті маман екенін білдім. Оны жұмысқа қабылдау керектігін де білдім. Бірақ мен оған мән бермедім. Оның орнына мен универде бірге оқыған досымды таңдадым. Ойланып көрсем, мен екеуінен де бір күнде сұхбат алғанмын. Менің досымның біліктігі ол адамның әлдеқандай төмен болды. Соған қарамастан мен оны басшыларға ұсындым. Сөйтті де оны жұмысқа қабылдады. Нөмір бойынша қызмет көрсетілмейді. Ол жігітті қалай тапсам екен? Мекен жайы өзгермеді деп үміттенемін. Я Алла, табуыма жәрдем бере көр. Я Алла, сол бір әділетсіздігім үшін кешіре көр. Жауап күтудің қаншалықты қиын екенін өз жағдайыма кездеспейінше мен оны ешқашан түсінбедім. Ол мені бірден танымады, бірақ кейін есіне түсірді. Мен одан кешірім сұрадым. Сол кездегі орынның бос екенін және сұхбаттасуға қайта келсе, мен оны басшыларға мақтап ұсынатынымды айттым. Сәл үнсіздіктен соң, неге дәл қазір және кенеттен сенің ар-ұятың оянуына не себеп болды деп сұрады. Мен оған Мұхаммед, Аллахтың елшісі деп жауап бердім. Біз оның өмірі жөнінде оқуымыз қажет. Оның қағидаларын ұстана отырып, өміріміздің кемшіліктерімізбен күресуіміз керек. Оның әділдігі жөніне айтар болсақ, бірде Усама бин Зейд бір сенімді әйелдің мүддесін қорғап алдына келген кезде, тіпті менің сүйікті қызым Фатима ұрласа да оны жазалаймын деп жауап берген екен. Өзімізге және жанұямызға әділ болуымыз үшін, оның әділдікке шақырған жөнінде оқып білуіміз қажет. Барлығымыз адамның баласымыз. Ал адамды Аллах Тағала топырақтан жаратты.
Және қара түсті адам мен ақ түсті адамның айырмашылығы тек олардың әділдік дәрежесінде. Сондықтан ол бізді барлық адамзатқа бірдей және әділдікпен қарауға шақырды. Жаңа жұмыс орнына сұхбаттасуға барып, және мені жұмысқа қабылдайтындығына сенімді болуының бірден бір себебі ол фирмада менің нағашым менеджер қызметін атқаратын еді, және ол маған сол лауазымды уәде етіп еді. Нағашым мені аср намазында мешітке кездесуге шақырды. Мен естігенде шошыдым, қобалжыдым және ренжідім. Себебі ол мені біліктілігі жоғары үміткерді таңдап алғаны жөнінде айтты. Жиенінің үміткерлігінен бас тарту қиын болса да, соған қарамастан әділ болуды жөн көрген. Оған қатты ренжулі болсам да, мен оны шынайы мақтан тұтатынымды айттым. Пайғамбарымыз бізге әркімнің құқығы болуы керектігін үйретті. Әркімге бұл дүниеде және о дүниеде жетістікке жету үшін әділ мүмкіндік болуы керектігін айтты. Алланың елшісі, сіз ешқашан ешкімге әділсіздік танытпадыңыз. Сіз болған жерде ешкім қысым көрмеді. Аллахумма инни а'удhu бика ан адилла ау удал, ау азилла ау узал, ау азлима ау узлам, أو أجهل أو يجهل علي